енді серіктес бонусы деген бар. Серіктес бонусының да бізде екі түрі бар. Серіктес бонусы деген не? Клиент пен серіктестің ерекшелігі не? Клиент кәдімгі жәнегідей клиент, андасың. А серіктес деген мына кісі мен серіктеспін. Мына кісі сіз серіктес, сіз серіктессіз. Бәрлеріңіз жаңағыдай партнерсыздар. Білдіңіздер ме? Партнерский бонус. Сізге бір адам тіркелді ма, сізге сол адамның активациясынан серіктес бонус түседі. Ойлаңыздаршы, күшті ғой, мысалы үшін. Оның да екі түрі бар. Базовый дегені бар, одан кейін мынау немене дегені бар. Қалай? Премиальный деген бар. Сыйақы. Базовый ол, мысалы үшін, бір адам жасаса да, бір PV жасаса да, мысалы үшін, Гүлнар тіркелді маған, бір PV жасады, сол бір PV үшін де не түседі, ақша түседі. Ойлаңызшы, мен мына аузыма ауыртып, мысалы үшін, мынаны айттым, мынаған бір PV түсті, сол үшін компания маған, Зайра, сен аузыңа ауыртып, ана кісіге айттың ғой, сол үшін не саған деп есептеп беріп түсіреді. Ойлаңызшы, сіз мысалы үшін простой магазинде барасыз, міне мына жерде мынандай бар екен, міне жүрекке осы жақсы екен, міне маска бар екен деп айтасыз. Сол магазин иесі мысалы үшін сізге рекомендовать еткен үшін ақша төлемейді ғой. Мысалы үшін Гүлназ барып сол магазиннен алды масканы және мысалы үшін. Бізде каждый нәрсе сіздің сөзіңіз маңызды. Сіздің сөзіңіз біз үшін құнды. Көрдіңіз бе? Айттыңыз, жүрген жер. Неге айтпайсыз? Қанша болды сіздің тіркелгеніңізге мысалы үшін? Қанша болды? Неге айтпайсыз бұл өнімдерді? Айттыңыз. Өзіңіз результат көріңіз. Сізге ұнады ма? Айттыңыз міндетті түрде. Жоқ, бүйтіп алып ішіп өздеріңіз көре бермеңіздер. Ол деген дұрыс емес. Сіз енді жан-жағыңызға біреуге пайдалы болғыңыз келеді ғой. Пайдалы, мысалы үшін мына жерде сіздің сіңіліңіз или апайыңыз шаш түсіп жатыр. А сіз өзіңіз шампуньмен пайдаланып шашыңызды это дұрыс па мысалы үшін? Барып басқа жерден алсын мысалы үшін, аптекадан или ана білмеймін, Қытайдан алдырып жатыр, Россиядан біреу алдырып. Сол дұрыс па мысалы үшін? Дұрыс емес қой. Сіздерде сондай көзқарас болу керек. Сіз көріп тұрсыз ба қасыңызда көршіңізде, жаңа сіңіліңіз, апайыңыз, мамаңыз, папаңыз, не знаю, кімде? Ұсыныңыз, айтыңыз, пока ол кісінің миына жеткенше давайте дедіңіз. 77 рет айту керек болады даже. 7 жылдың ішінде айтып, енді тіркелген адам бар. Құдай көріп тұр. 7 жыл бойы айтып, мысалы үшін, енді тіркеліп жатыр. Тіркелейінші, апай деп. Қызық мысалы үшін. Поэтому айта бересіз. Біраз тез қалды. Бізде врачтар өте көп. Не істеп жүр? Вот действительно жақсы врачтар бар. Құрамын бәрі. Зүлфия ханым, Альбина ханым. Зүлфия ханым сол аяқ сынып аяғасынан нені қасты кеткенін айтады ғой историясын. Бәрі келген лидердің шай жең ұстаса тегін шай дегенде бармын ғой, жай. Шай ішемеймін, уақыт өткізу үшін бармын ғой. Содан кіріп кеткен ғой. Сондай нәрсе мысалы үшін. Бізде Забира апайда химик. Любой продукцияны бүйтіп құрамын шашып тастайды. Гуминовый ядрон шыққан кезде гуминовый фолиевый кислоталардың комплексі деп маған сразу звондады. Зайра, бұл деген күшті революционный продукт, күшті продукция ғой. Бұл деген жақсы деп. Мен сразу Гуглдан қарадым ғой, Зайра ханым. Сол кезде как раз коронавирус болып жатты ғой. Сол кезде мен жаздым ана үлкен чатқа. Ойбай, ана коронавирустың емі биадрон екен дегенде бір дәрігер айтты ғой, сіз өзіңізге артық алмаңыз. Үйтіп неге елді шатастырып деп. Одан бір ай өткеннен кейін өзі айтып жатты ғой, ойбай, коронавируске биадрон үшін деп. Врачтар қорқақ келеді жалпы. Одан мысалы үшін шыққан кезде айтты. Зайра ханым, бұны сатамыз дейді. Бірақ бұны әлі ешкім түсінбей жатыр. Бұнда уыз сүт бар ғой, молозия бар, колострум бар. Бұл деген ағзаға энергия береді. Бұл дегеніңіз жаңағы, бұл енді мысалы үшін тілі шықпаған баланың тілін шығаратын нәрсе негізінде. Дұрыстап қолданып, дұрыстап комплекспен жаңағыдай дұрыс ішсе, бәріне көмектесетін нәрсе ғой. Просто біз бұл беріп тұрған мүмкіндіктердің бәрін пайдаланбаймыз. Информация жетпейді. Серіктес бонусы деген, ол жаңа айтып тұрмын, сіздің командаңызға жиналған жұмыс жасаймын деген адамдар содан түсетін болады. Сіз мына жерде 70 деп бүйтіп жаза салдым, негізінде бір PV жасасаңыз да, сізге серіктес бонусы түсетін, ақша түседі. Ойлаңыз, қай компанияда ондай бар? Қай компанияда бар? Бірақ сіз бірінші активацияны жасап аласыз, ол маңызды. Бұның тоже несі бар? Біз көбейту. 0,4 көбейту 7. Бұл формула сізге керек жоқ болса, жазып алмай қойыңыз. Келе түсініп аласыз. Түсінбейтін сөйле айтпай қойыңыз.
70-ке 4900 түседі. Иә. Командаңыз бар. Мысалы үшін бірақ бір PV көбейту 0,04 көбейту 175. Мысалы үшін сіздің артыңыздан Алмагүл 12 PV жасады ма? 12 көбейту 0,04 көбейту 175 деп, мысалы үшін 12 PV-ға өзі сеп шығырық дейміз. Ойлаңызшы, жаман ба? Жақсы ба? Мен мына жерде қараңыздар, 70 PV жасап қойғаннан кейін бір диадрон алса да, бір диадрон сіз активация жасап қойдыңыз. Сізге мына жерден келтірген мына кісі алды. Сізге мынанша түсті. Мына кісіге өзіне бонус түсті. Не бонус түсті? Сізге мына ақша түсті. Көрдіңіз бе? Ана кісіге міне 14. 2 немен алып бара жатыр, 2 драйын алып бара жатыр. Мынанша ақша түсті. Жаман ба? Көрдіңіздер ме? Жұмыс істеу керек, білім керек. Сіздер жассыздар, сіздерге вообще күшті. Сіздерге де, бізге де күшті, мысалы үшін. Сіз пенсиядан, ақысы пенсиядан вообще уақыты кең, спокойно. Бойыңыз бөлінеді. Нағыз сіздің боянып, сыланып, өз-өзіңіз күнде жасап. Иә, менің командамда пенсионер вообще көп. Пенсияға шыққан зейнеткер. Бізде өзі жеке әжелер деген топ бар. Иә. Олар активный, бізге қарамайды әуелі. Өскеменге барамыз, сол кезде сізді алып тұрамыз. Бірлік алсаңыз, вообще, ол кісілер бізге қарамайды алдында. 8 мартқа өзіміз бірігеміз деп қояды. Бізбен бірікпейді даже. Иә, сондай немене бар. Жақсы, күшті істейді ол кісілер. Өздері спокойно, өздерінің орталары бар, мысалы үшін. Сіз де шақырыңыз. Қазір жақсы. Қадыршыларыңызды, иә? Кожаңызды нетеді, өзіңіз де басқаларға да көмектесе аласыз. Бұл жерде жақсы. Серіктес бонусы мына түсінікті, мынау базовый. Базовый, бізде қараңыздар, базовый серіктестік бонусы. Базовый деген соны қат қалған ғой, мысалы үшін. 2 жасасаңыз да, 70 жасасаңыз да, соны 70-ке дейін түсетін нәрсе. Осы 0,04 коэффициентпен. Ал енді қараңыздар. Мына жерде егер сіз 5 адамды үйретіп, активация жасатсаңыз, сізге қосымша тағы да ақша қосады. 70 PV-дан 5 адам бөліп, Премия. Премия. Не қараңыздар. Базовыйдан бөлік 5 адамды, мысалы үшін, міне, Алтынай ханым осы 5 адамға активация жасатты. Ол кісілердің өздеріне түсетін ақшалар түсті жаңағы личный объемға, өздерінің адамдарына түсті, не знаю енді қалай дескен. 5 адамға, ойлаңыздаршы, сіз активация жасатқаныңыз үшін 17.500 деп түсті. Жаман ба? 5 адаммен жұмыс істегеніңіз үшін, сол кісілерге үйреткеніңіз үшін, немесе сол сияқты. 4900 дегеніңіз бар. 20 неше мың? 24. Не қараңыздар. Ол бар. 5 адамнан, еще 4900. 5 адамнан 4900. Қараңыздар. Мына жерде 24. Еще тағы 24500 түседі. Плюс сіздер егер ол адамдар 70 емес 200 жасаса, бұл еселенеді. Плюс сіздің жаңағы личный объемыңыз бар. 40 мың. Жақсы қой. 5 адамыңыз ғана бар да, 5 адамнан осынша ақша түсіп. Ақша деген көп қой. Біреулер мысалы үшін тұрып алдында кім 80 мың теңге ақша табан дейді. Бізде ауылда бір кісі 50 мың ақша табан дейді мысалы үшін. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейді сондай. Енді мына жерде мысалы үшін сол жұмысын істей берсін. Қосымша Табыс. жақсы ғой, табыс көзі. Кімге сатам дейді. Неге кімге сатасың деп мына айтып отырмын ғой. Мынау енді 2-3 айға жетеді. Кішкентай жуады ғой, алады шампунь, мынаның барлығын. Только адамдарға дұрыс ұсыну керек, информация беру, білім керек, жаңағыдай үйрену керек барлығын, осылай ақша түседі. Одан басқа, если квалификация жапса, квалификацияның ақшасы бар. Потом бонустар бар, мысалы үшін. Бізде қазір жұлдыздың бонусы бар, мысалы үшін, 300-400 мың теңге қосылады. Жұлдыз квалификациясын жапсаңыз 126 мың теңге қосылады. Мынадан бөліп ойлаңызшы. Жаңағы жұлдыз про жапсаңыз
онда уже жаңағы жұлдыздардың немене бонусы. Одан ары қарай бізде не деген бар? B3 деген бар. Бұрынғы DS квалификация. Онда тағы да бонус бар. Travel бонусы бар. В общем, сіз квалификацияны өскен сайын сізде көбейе береді. Енді қараңыз, осы 5 адаммен шектеліп қалған жоқ. Travel деген ол не ғой, ана? Иә, саяхаттау үшін. Саяхаттан ақша бөлінеді. Мысалы үшін бір компанияларда бар ғой, круиз бе, сода мысалы үшін ай сайын ақша тастайды ғой, сол сияқты. Бұл жерде компания өзі жіберіп отырады. Процентін алып отырады, енді қараңыз, 7 адамға 35 мың. Плюс сіздерге көрсетіп отырайын. 7 адам, иә? Бір адамға 34 мың. Жаман ба? Плюс тағы да 40 мың ба? Не знаю, может, мына жерде өзіңізге 6125 дейін. Өзіңіз білесіз. Но самый минимальный 200 пороговый дегеніміз активация 70, әйтпесе 200 жасаған дұрыс. Ақша тапқыңыз келе ме? Сату керек, үйрену керек. Солай ғой. Сіз мысалы үшін жұмысқа келіп просто бүйтіп отырып, сол қайтпайсыз ғой. Сіз қандай да бір әрекет жасайсыз, любой жұмыста. Иә, қай жұмыста просто отыратын жұмыс бар ма? Мұғалім болсаңыз да, мен мұғаліммін деп. Құдай сен 5 диплом болса да пайда не, если сен просто отырып қайтсаң. Шығарып жібереді бір айдан кейін, мысалы үшін. Сатушы болсаң да, иә, мен просто сатушымын деп отырмайсың ғой. Сен белгілі бір әрекетің бар жасайсың. Любой жұмыста, білмеймін, түк істемей, жай сиделка деп айтады ғой, сиделка деген, мысалы, просто қарасың, иә, сиделка деген, отыратын деген сөз ғой, былайша. Иә, оның, мысалы, жұмысы деген өте ауыр ғой. Көрдіңіздер ме? Любой жұмыста. Білім керек. Білім керек. Студент болсаң да, сабақ оқисың, содан кейін саған ақша төлейді, мысалы үшін. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты үйренесіздер қыздардан бәрі құрамын, қиын емес, хотя бір 4-5 продукцияны жаттап алыңыздар, хотя бы сонымен айта беріңіздер, мысалы үшін. Осылай ақша түседі. 7, одан кейін 9 адам. 9 адамға 52.500 теңге. Көп неткен бізде уақыт не ғой? Айтатын нәрсе көп. Жолда да айтамын, если что. 12 адамға 70 мың, 15 адамға 87 мың, 500 теңге. 15 адамға түгіміз ғой, 5 подружкаң бар, 5 құдағиың бар, 5 класстасың, не знаю, көрші қолаң, маникюр, педикюр бір нәрсе жасайтын, ет алатын, сүт алатын деген сияқты. Білмеймін енді. Құда жекжат бөлейін тамақ алатын. Киім алатын, не знаю енді, кімді шақырасыз? Шақырам десеңіз 1,40 адам бар. Действительно ақша керек болса, жүріп жасайсың, мысалы үшін. Командамен арасында жеке шығатын болса, жеке командамен зумға шықтым. Солай, например, айтыңыздар, осы командамен, осы отырған адамдармен зумға шығып, күнде сабақ өткізіп беріңіздерші, күніне бір адам, 5 адам қосам деп. Күнде десеңіздер, күнде сабаққа шығып беремін. Звондайды маған, Түркістаннан звондайды, басқа жақтағы қыздар звондайды, Алматы звондайды, Астана звондайды. Шығып беріңіз деп, шығып беремін, мысалы үшін. Басқа командалардан да ұсыныстар түсіп жатады. Ойлаңыздаршы, тегін наставник деген тегін инструмент, мысалы үшін. Пайдалану керек. Біз инструменттен көп, 15 адамға 87.500 түседі. Ары қарай, мысалы үшін, жаңағы көбейте бересіздер ғой, 4915. Иә, 4900. Бұл керекте сұрамаса, мысалы үшін, біреу басымды қатырмайым десе, не надо. Есептеуін жаттап алуларыңызға да болады. Әйтпесе, электронда жібересіз. 64.500 бұрын жаңағы коэффициент аз болатын. 64.500 түсетін. Қазір коэффициенті көп. Рахат берші. Қазіргілерге рахат қой. Білмеймін қалай ойлайтындарын. Мысалы үшін, осылай түседі. Ары қарай жаңағы сіздің личный объемыңыз бар. Білмеймін, 1000 жасайым десеңіз де өзі еркіңіз. Сіз 1000 жасаңыз. Онда сіздің мына жердегі ақшаңыз тіпті көп болады. Потом процент. Жаңағы жұлдыз жабасы бар, жұлдыз жапқаныңызға, анаға мынаға. Оның бәрі қосылып квалификация жауып кетесіз. Жұлдыз жапсаңыз, мысалы үшін мына жерде 126 мың теңге ақша тағы қосылады. Квалификация үшін төленеді. Бұлар мұғалімдердің несі сияқты. Иә. Плюс одан кейін жаңағы жұлдыз про дейді ғой, неме? Оны жапсаңыз, мысалы үшін 300-400 мың 3 ай сайын тағы төленіп отырады.
сіз одан жоғары квалификацияшысыз. 3000 пилимет, жылды жатсаңыз 500 Middle зарплата. 3000 ғой деймін. Жылдың зарплата. Сол бәрі Middle қосылғанда сол. иә, бұрынғы жұлдыз middle үш. Оның жаңағы Middle клуб деген. иә, middle club дейді ғой. Мынау сіздің просто сіз жұлдыз болғаныңыз үшін. Квалификация үшін сізге төлейді. Аналардан жеке ойлаңызшы. А егер сіз жаңағы ненің 4000 пиге жапсаңыз, 4000. Онда уже сізге 3 ай ұстап тұрсаңыз командамен 4000 береміз. 300-400 мың теңге ақша береді ойлаңызшы. Тұтым сондай жомарт щедрый компания бар. Не керек бәрін ептеу, немене шығарады бәрін көп-көптен шығара береді. Сондай жақсы. Сондықтан мен де командамнан еш нәрсені аямаймын. Бүкіл Қазақстан бойынша любой түкпір, даже жер бетіндегі бір жерде. Стамбул малында Стамбулға, Анталияға жеткізіп бердім мысалы үшін. Любой жерде бізде международный доставка бар. Өзім төлеп, төленбейтін кейбір нелерді. Өзім төлеп командамның доставкасын жіберіп отырамын мысалы үшін. Отырмай шақырыңыздар тағы. Не знаю, организация шақырасыз, қайда шақырасыз. Алып аламын не осындай нәрселерді. Жасап беремін, рахат қой. Не керек? Иә, оны мысалы үшін бір жерге басқа компанияларда бермейді алып андай нәрселер. Мына жерде дайын офис, ақша төлеп жатқан жоқсың. Жерге дейін түсіндірейін. Иә?